деген көңілге мен мынандай қонақтарды өмірімде бірінші рет көрдім. Мен тұр деп айтпай жатып өздері тұрып алды. Не деген керемет. Өздеріңізге бір қошемет тұрып қойыңыздаршы, керемет. Мен осы тойға орындарында отыра алмайды олар никак деді. Олар тойда қалай отыру керектігінің саған патологын көрсетеді деді. Мінеке соның дәлелі той басталмай жатып қандай керемет көңіл күйде бастап жатыр. Өздеріңізге бір қошемет тұрып қояйықшы жақсылап. Бәрекелді. Біле білсеңіздер, бүгін мінеки Айгүл ханымның дүбірлеген қуанышты тойы. Той қуаныш тағы да құтты болсын деп қояйық. Қазір енді кез келген жерге барсақ, білесіздер, той иесін қошеметтеп шақырайық. Ал баршамыз орнымыздан тұрайықшы жақсылап, орнымыздан тұрайық, шапалақты ұрайық. Мен қазір бірінші разогрев жасаймын. Айгүл тәтеміз күнде 37-ге толып жатқан жоқ. Тамирис 13-ке, Айгүл тәтеміз 37-ге. Айгүл тәтеміз бір 37-ге толған кезде бір жақсылап тұрып, бір королева келгендей, өзін бір президент сезініп қалсыншы кәдімгідей, күштілеп тұрып қарсы алайықшы. Мен қазір как будто бір Айгүл тәтенің образында ортаға шығам, сол кезде сіздердің бір қошеметтеріңізді тексеріп аламын. Ана кісі өте ашулы, дұрыс ұрмасаңыздар, қазір тоқтатып тастауы мүмкін тойды сондықтан. Жақсылап, мен разогрев жасаймын. Құдалары, достары, жиендер, коллектив деп кімнің атын атайым, бар екендерімізді көрсетіп бір айқайлап шулаймыз. Келістік қой, бірінші разогрев болады. Қошемет қайда? Мен Айгүлмін, аха. Қошемет. Аха. Достар қайда? Коллектив, 50-ші мектеп. Құдалар, жиендер, бар ма? Жар саламыз, әлемге жар саламыз. Бүгінгі тойымызға тамсанамыз. Шапалақпен, шаттықпен, қуанышпен Айгүл ханымды ортаға қарсы аламыз. Бәрекелді. Айгүл ханым, отыра беріңіздер. Айгүл ханым өмірінде мынандайды көрмеген ғой, шоке болып тұр кәдімгідей. Жүрегі арып. Бірінші рет шығарайын мынандай шапалақ көрмеңіз. Не деген шапалақ мына? Тоқаевтың өзі бұндай шақалып көрмеген шығар әлі. Бәрекелді, бір қошеметтеп қойыңыздар. Мінеке бүгінгі тойдың иесі біздің Айгүл анамыз бен Тамирис қызымыздың 13 жасы бүгін мінеке. Рахмет. Бүгін негізі осыдан бір ай бұрын Айгүл тәтеміз звондаған кезде маған былай айтқан: айналайын Жансұлтан, сен өзіңді инстаграмнан жалпы көріп жүрміз, тойыма сені тамада қып жалдайым деді. Жақсы тәте, тойыңызда бұйырса қызметтеміз дедім. Содан не керек? Тәтем айтты, тойда қанша адам болады дедім. Тәтем айтты, тойда шамамен 350 адам болады дедім. Тәтен ау енді 37 жас дегенге 350 адам көп емес пе дедім. Ой, айналайын Жансұлтан, менің дос жарандарым көп, барлығын шақырам, 350 адам болады деді. Жарайды тәте дедім. Содан бір тойға 15 күн қалған кезде тәтем тағы да звондап тұр. Жансұлтан, қалайсың? Мен ғой сол Айгүл тәтең. Аха, біздің тойға 350 емес, 200 адам келетін болды деді. 150 адамды қысқарт тастадым деді. Неге дедім? Зачем ол подарка бермейтіндер? Шақырып тойға алып тастадым 150 адам деді. Ол подарка әкелмейді олар, Каспий голды жоқ тем более олардың деді. Жарайды тәте дедім. Содан бір 3 күн қалған кезде мына Гаухар әкпе екеуі тағы звондайды. Не болды десем, біз тойымызға в общем бас аяғы подарка береді, нормально билейді, нормально ән айтады деген 100 адамды ғана алып қалдық деді. Қалғанның бәрін сокращенияға жібердім деді. Сокращенияға ұшырамай келіп отқан өздеріңізге бір қошемет ұрып қойыңыздаршы. 200 адам сокращенияға ұшырап кетті бүгін. Бәрекелді. Аналардың өз кайфы өзінде. Сенің нелерің ғой, коллегаң ғой, достарың ба? Молодец. Өздері бір мемлекет болып отыр кәдімгідей. Красавчик. Ал, тәте, Айгүл тәте, тойдың басында мен кез келген жерге барған кезде той иесінің алғашқы көңіл күйін сұрап аламын. Қараңызшы, қандай керемет достарыңыз бар, әріптестеріңіз бар. Сіздің тойыңызды тойдың басынан қалай күшті көтеріп отыр. Қазір көңіл күйіңізді сұрайым. Сіз айтыңызшы маған қалай екенін, қалай болып тұр дәл қазір. Ішкі сезіміңіз қалай? Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Жоқ, стоп. Сіз әлі қобалжып тұрсыз. Это банально. Өте жақсы, күшті, вау деген, это банально. Мен қазір сұрайым, Айгүл тәте, көңіл күйіңіз қалай деген кезде, вау, күшті. Прямо анау, енді осы жасқа жеткенде, жетпегенде бар. Осы іштегі бүкіл негативтің бәрін, жаман эмоцияның бәрін шығарып тастау керек.
түсіндік қой, иә? Жақсы, это банально. Прям мына жерде кәдімгі бір билеп сальто жасап жүрсеңіз де можно болады сізге. Келістік қой, жасыңыз әлі 37-те. Мына қараңыздаршы, Айгүл тәтем 37-ге құсай ма? Құсамайды ғой, жап-жас. Как будто бір 36-тағы сияқты, қараңыздаршы. Жап-жас. Жап-жас сондай. Бәрекелді. Дайынбыз ба Айгүл тәте? Кеттік ал. Ал Айгүл тәте, көңіл күйіміз қалай? Рахмет. Рахмет. На, тойға шығарған кезде Тамерес, мамаң дәрісін ішті ма? Ішті ма? Бәсе, что-то бір түрлі ғой. Бәрекелді, дәл осындай көңіл күйде, мінекей, бүгін той иесі қандай көңіл күйде болса, келген қонақтары да сондай көңіл күйде болады. Мінекей, бүгін сіздің тойыңыз тәуелсіздіктің 30 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр екен. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, сіз де тәуелсіз мемлекет болып жүре беріңіз. Ал бір қошемет, тағы да бір аямай соқ қояқшы. Рахмет. На, өміріңіз сәтті болсын, қосылған жандардың қошеметтері тағы бір қатты болсын деп той төріне сізді жайғастырайықшы. Рахмет. Құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздердің алдарыңызда актер асаба шоумен Жансұлтан Сабир. Қошемет қайда? Енді мен шығып келе жатырмын. Ал қайда? Рахмет. Бәрекелді. Бүгінгі кешке жиылған Алланың нұры бұйырған. Шеттерінен ақ көңіл, шеттерінен мейірбан. Бәйтеректің бұтақтары, нар қазақтың ұрпақтары. Ассалаумағалейкум, бүгінгі тойдың қонақтары деп қояқшы кенеке.